Армысыздар, Ирбис телекомпаниясының тікелей эфирінде жаңалықтар. Сіздермен Айтмұхамбет Айғожа. Бүгін хабарымызда. Тамақ үшін жұмыс істейді. Сарапшылар Павлодар облысы тұрғындары қайда ақша көбірек жұмсайтын санады. Үскірік аяздың беті қайтып, күн біраз жылынады. Өзінді суықтан қалай қорғауға болады. Бүгін белсенді зейнеткерлер нағыз шоу ұйымдастырды. Замандас клубына 15 жыл. 2025 жылы Павлодар облысын газдандыру мәселесі шешілуі мүмкін. Өңір басшысының мәліметінше оның 2 жолы қарастырылуда. Олардың бірі мемлекет аралық деңгейде талқылануда. Нәтижесінде отынның бұл түрі жеке секторды жылумен қамтамасыз етуге, сондай-ақ экологияға жүктемені азайтуға көмектеседі. Тақырыпты тілшіміз жалғастырады. Экологтардың айтуынша Павлодар облысы өнеркәсіптік аймақ болғанына қарамастан үйді пешпен жылыту ластанудың едәуір бөлігін алады. Түтін қалдықтары әсіресе қаланың жеке секторында бірден көзге түседі. Осы ретте мамандар газ аймағымыз үшін ең дұрыс шешім дейді. Қыста қолайсыз метеорологиялық жағдайларда мұның барлығы ушығып кетеді. Бұл үлкен мәселе. Шынында да адамдарға тыныс алу өте қиын. Бұл адам денсаулығына теріс әсер етеді және белгілі бір шараларды қабылдау қажет. Егер біз газдандыру туралы айтатын болсақ, ол белгілі бір таза энергияға ие ресурс. Павлодар облысы әкімнің айтуынша бүгінде желілерді қай жақтан тартуға болады деген сұрақ әлі күнге дейін ашық қалып отыр. Егер Ресейден болса, онда газ құбыры Қытайға кетуі керек. Көршілер Қазақстанның 2 өңірін атаған отынмен қамтамасыз етуден пайда көрмейді. Бұл мәселе мемлекетаралық деңгейде талқылануда. Екінші нұсқа Астана арқылы өтетін Қазақ газ. Шешім 2025 жылы қабылданады деген үміт бар. Егер ол солтүстік бөлігі арқылы өтетін болса, онда бұл Железин, Тереңкөл, Успен, Шарбақты және одан әрі Абай облысының аймақтарын қамтиды. Немесе бұл Сарыарқа газ құбыры болса, онда Екібастұз ауылдық аймағының аумағы арқылы бізге Ақтоғай ауданына, одан әрі Екібастұз, Ақсу және Павлодарға дейін келеді. Өңір басшысының айтуынша Павлодар облысында орталық жылытуды қосуға техникалық шарттар беру бүгінде тоқтап тұр. Бұл үшін жылу энерго орталықтарының қуаты жеткіліксіз, жылу жетіспеушілігі басты міндет болып қала береді. Шешім қабылданған жағдайда орталық газ құбырын компаниялардың өздері жасайды, ал кейін желілерді тарту жергілікті шенеуніктердің жұмысы болады. Аида Адрахова, Станислав Кекин, Максим Носков, Ирбис телекомпаниясы. Павлодар қаласының мектептерінде 11 сыныпқа дейінгі оқушылардың сабақтары қашықтықтан оқыту форматына ауыстырылды. Себебі ауа температурасы 30 градусқа дейін төмендеген. Бұл ретте қала тұрғындары аяздан қалай қорғануда? Үстік шалу дерегі бойынша ауруханаға қанша адам жүгінді? Толығырақ Бекбол Мырзахан тарқатады. Еліміздің солтүстік өңірлерінде қысқа қарына мінгенде, қазірдің өзінде сынап бағанасы күндізгі уақытта -22 градусты көрсетіп тұр. Сақылдаған сары аязда діттеген жерге жетудің өзі бір азап. Қажетті қоғамдық көлікті күткенше тоңып қалатынымыз бар. Ал таксимен жетейін десең, бағасын айтпай-ақ қояйын. Осы орайда қарапайым халық сарышұнақ аяздан қалай сақтанып жүр? Біз адамдардың пікірін біліп көрдік. Настоящая зима. Давно хотела такую. Шубы есть, тепло. Самое главное, мясо готовьте. Любовь согревает. Только так. Ребята, холодно, кошмарно, но прикольно. А вы как спасаетесь от мороза? Ну как, бегаем туда-сюда и в тепле. Потеплее одеваемся. Стараюсь сидеть дома, но приходится работать. Бегаю, быстро передвигаюсь по городу. Ну что, горячий чай пить надо и ходить, и все. Осы орайда қыстың көзі қырауда көшеде бүрсең қағып жүрген үйсіздері өмірлік қиын жағдайға тап болған тұлғаларды бей әлеуметтендіру орталығына ағылуда. Дегенмен кейбіреулері осы орталыққа бармай жылу трассалары мен құдықтарды паналап жүр. Арнайы орталық мамандары осындай жандарды байқаған жағдайда 102 нөміріне хабарласуды сұрайды. 2025 жылдың қаңтар айынан бастап 15 адам орталыққа келінді. 10 адам ғана осында қалуға келісім берді, қалғандары кетіп қалды. Қазір мұнда 107 адам тұрып жатыр. Дала аяз болғандықтан қала көшелеріне жиі шығып, үйсіздерді алып кетуге тырысамыз.
Денсаулық сақтау басқармасындағылары биылғы қысқы маусымда үсік шалу дерегі бойынша бір адам ауруханаға жүгінген жоқ дейді. Бірақ қысқа қарына енді мінген шақта бұл көрсеткіштің әрі қарай сақталуы екіталай. Осы орайда ақ халаттылар аяздан қалай қорғану керектігін және үсік шалу белгілерін айтты. Қолыңыз қатты тоңып, саусақ сезілмесе, тырнақты ақырын басып көріңіз. Егер бірнеше секундтан кейін қалпына келсе, онда барлығы ойдағыдай болады. Егер бұл үдеріс тежелсе, дәрігерлерге жүгінген абзал. Қымбатты көрермен, саршұнақ аязда далаға шығуды жоспарласаңыз, бірқатар сақтық шараларын естен шығармауды сұраймыз. Біріншіден, бетіңізді, мойныңызды, қолыңызды, тобығыңызды ашық қалдырмаңыз. Металдан жасалған әшекейлер тақпаңыздар, олар суық тартады. Спирттік ішімдіктерді тұтынбауға кеңес береміз. Және қолды қармен ысқылауға болмайды. Оған қоса ыстық сумен жууға болмайды. Бұл қан айналымының қалпына келуіне кері әсерін тигізуі мүмкін. Егер денеңіздің үсік шалған байқасаңыздар, бірден ауруханаға жүгініңіздер. Бекбол Мырзахан, Станислав Кекин, Ирбис телекомпаниясы. Полицияға Ақсу қаласындағы мектептердің бірінен қоңырау түскен. Онда оқушы мектеп ережесін бұзғаны туралы айтқан деп хабарлайды irbis.tv.kz. Осы және басқа да тақырыптар біздің әлеуметтік желі жаңалықтарында. Ақсуда 14 жастағы оқушының мектеп дәретханасында темекі шеккені үшін ата-анасы әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Оларға 15 айлық есептік көрсеткіш, яғни 58.980 теңге айыппұл салынды деп хабарлады Павлодар облысының полиция департаментінде. Темекі шегетін орын қарастырмаған үшін мектеп әкімшілігіне айыппұл салу қажет шығар. 14 жаста темекі шегудің не қажеті бар? Оларға осы темекіні кім сатады? Павлодарда полицейлер көліктің жанып кетуіне жол бермеді. Олар қаланы аралау кезінде академик Бектұров Лермонтов қиылысында Audi A4 маркалы автокөліктен түтін шығып жатқанын байқаған деп хабарлайды irbis.tv.kz. Капот ашқан кезде қозғалтқыш жанып жатқан. Тәртіп сақшылары ойланбастан қызметтік көліктен өрт сөндіргішті алып шығып, сөндіруге кірісті. Ал Ирбис телекомпаниясының Инстаграмдағы ресми парақшасында оқырмандарға көлігіңізді қыздыруға 5 минут жете ме деген сауал жолданды. Жауаптардан мұндай заңға ешкімнің көңілі толмағанын байқауға болады. Маған 20 минутта аз. 5 минутта тіпті алдыңғы шыны еріп үлгермейді. Жазда жарайды 5 минут, ал минус 25 градуста 5 минут не болады? Замандас ардагерлер клубы өзінің 15 жылдығын атап өтті. Ол туралы шағын үзілістен кейін қазір жарнама. Экспресс автосервисі биіктігі шамамен 4 метрлік. Ресейлік, корейлік, қытайлық, европалық және жапондық өндірушілер, жолаушылар, коммерциялық көліктерге жөндеу және техникалық қызмет көрсету қызметтерін ұсынады. Шанақты бояу, дәнекерлеу жұмыстары, компьютерлік диагностика, жүріс бөлігін, қозғалтқыштарды қысқа мерзімде жөндеу, жылытқыштарды жууды орындайды. Дөңгелектердің геометриясын тексеру, дөңгелектерді орнату мен теңестіру. Автосервис өзге ұйымдарды келісімшарт негізінде жұмыс жасауға шақырады. Мекен жайы кіші айналма жолы 4/5. Байланыс телефоны 8771 425 7002 8771 475 7002. Қазақстандықтар табыстарын қандай қажеттіліктерге жұмсайды? Сарапшылардың көрсеткіштері жайлы бизнес жаңалықтарында айдарымыздың жүргізушісі Дархан Бекшев айтады. Әріптес, өзін табысының басым бөлігін қайда жұмсайсың? Барлық отандастарымыз сияқты мен де табыстың басым бөлігін азық-түлікке жұмсайды екенмін. Армысыздар. Ұлттық статистика бюросы ұсынған ақпаратқа сәйкес, қазақстандық азаматтар 2024 жылғы 3 тоқсанына сәйкес ай сайынғы табысы орташа 336 мың теңгені құрады. Өткен жылмен салыстырғандағы өсім 12,7% құрады. Біздің Павлодар облысындағы айлық табыс көлемі орташа 372.500 теңге екен. Қаражаттың басым бөлігі азық-түлік алуға жұмсалады. Тек 24% ғана азық емес, техника және өзге де тауарларды алуға жұмсалса, табыстың 17,8% ақылы қызметтерге қарастырылған. Өзге ақшаның барлығы азық алуға төленеді екен.
Өзге жаңалықтарға көшсек, Глассман дүкенінде қаңтар айының соңына дейін жаппай жеңілдіктер жалғасуда. Сұрыпталымда костюмдер, пиджактар мен ерлер коллекциясының өзге де өнімдері жетеді. 40%-ға дейін жеңілдіктер бөліп төлеу де бар. Академик Сатпаев 130 Сити Центр сауда үйінің 2-ші қабаты. Дүкен таңғы 10-нан кешкі 8-ге дейін істейді. Денеңізге сай өлшемдегі киімді тиімді бағамен алуға асығыңыздар. Омбы қар басып аяғыңыз тоңып жүрсе, Ральф Рингер салондарына аяқ киімдеріңізді жаңартуға асығыңыздар. Сапалы бәтеңкелер мен етіктердің еуропалық үлгілері ыңғайлығымен таң қалдырады. Жаяу жүрісті ұнататын жандар үшін жақсы таңдау болар анық. Бөліп төлеуде қолжетімді. Қысқы сұрыпталымға 20%-дық жеңілдіктер Ральф Рингер салондары Тұлпар сауда үйінің 221-ші бутигінде, Артур 2-де 356-ші бутикте және ескі орталық Әмбебап дүкенінің 22-ші бутигінде орналасқан. Сондай-ақ Ақсудағы Агидель сауда үйіндегі 22-ші бутикке баруға болады. Ал соңында валюта бағамына көз жүгіртсек, Павлодардағы айырбастау пункттерінде доллар 525 теңге, евро 546 теңге, ал рубль 5 теңге 23 тиыннан сатылуда. Бүгінге осы, сөз кезегі өзіңізде әріптес. Дархан рахмет, хабарымызды жалғастырамыз. Бектұров көшесіндегі қоқыс үйіндісі күн сайын өсіп барады дейді жергілікті тұрғындар. Олардың сөзінше мұндағы қоқысқа 2 ай болған. Ал адамдардың хабарламасына ешкім мән бермейді екен. Нақты мекенжайы мобильді қосымшаның кезекті топтамасында. Бұл Ақсу қаласы, Дөнентаев 46 мекенжайы. Көрермендер көршілес құрылыс орындарынан металл қаңылтырдар ұшуда деуде. Жергілікті тұрғындар өз қауіпсіздігі және көліктер үшін алаңдаулы. Олар жергілікті органдарға жүгінген, алайда еш нәтиже жоқ дейді. Сол себепті бізден көмек сұрайды. Смогулова 74, сверху лежат 2 тарелки. Если упадут, могут на кого-нибудь попасть. Никакие меры не принимаются. Ветробектура 17, 19, 21, Тарагерова 73. Как мусор лежит уже 2-й месяц, так никто не убирает здесь. ЖКХ не реагирует. Никому ничего не надо. Что это такое за безобразие? Когда это кончится? А мы же платим за это. Цены повышаются каждый раз, каждый год. Екібастұз қаласы. Ну вот, на Привокзальной, возле фонтана стоит уже с прошлого года еще поставили. Штуки стоят, оградительные нет, вообще никакие работы не ведутся. 1 раз заливали только и все, этот лед. Электр алпауыты осы аптада орындалатын жоспарлы жұмыстар кестесімен бөлісті. Оған сәйкес қаланың кейбір ғимараттары уақытша жарықсыз қалады. Шығарылымды коммуналдық ақпар жалғастырады. Жарық құралдарының ағымдағы жөндеуіне байланысты Толстой 97-101 бөлшек 1, Горький 102 бөлшек 2, 102 бөлшек 3 мекенжайындағы көп қабатты үйлері уақытша жарықсыз қалады. Жөндеу жұмыстары таңғы 9-дан 11:00-ге дейін жалғасады. Ал егерде қызмет көрсету ұйымының жұмысына шағымдарыңыз бар болса, немесе жертөле шатыр және жылу бойынша қандай да бір мәселеге тап болсаңыз, біздің редакциямызға хабарласуға болатын естеріңізге саламыз. WhatsApp нөмірі 8705 631 85, телефон нөмірі 55 99 99. Біз сіздің мәселеңізді біздің арнайы айдарымызда көтеретін боламыз. Павлодардағы Замандас ардагерлер клубына 15 жыл. Ол мәдени, әлеуметтік және қоғамдық пайдалы істерді жүзеге асыруда. Кәсіби және өмірлік тәжірибесі мол адамдарды біріктіру үшін ашылған болатын. Бүгін зейнеткерлер өздерінің белсенді өміріне себеп болған шаңырақтың мерейтойын дүркіретіп өткізді.
жандар үшін зейнеткерлік құжаттағы цифр ғана, ал олардың барлығын біріктірген Замандас клубы. Мұндағы басты мақсат егде жастағы адамдардың түрлі талантын ашып, салауатты өмір салтын ұстануларына түрткі болу. Сол себепті клубтағы ән салу, би билеу, тоқыма тоқу, саяхаттау, спортпен және волонтерлікпен айналысуға бағытталған үйірмелер жетерлік. 2008 жылдан бастап үйде отырғанша деп естідім да осы Замандас клубына келдім. Ән айту группасына келдім. Өзім сияқты әжелер екен, барлығы да өнерлі. Енді үйде бос отырғанша бір өзіңнің сүйіктісіңмен айналысқан керемет қой адамға. Замандас клубындағы 16 үйірмеге қазіргі таңда 700-ден астам адам келіп жүр. 2009 жылдан бері мыңдаған қария мұнда өзінің сүйікті ермегін тапқан. Бүгін сахнада олар өз қуанышымен бөлісті. Сонымен қатар клубта серебряные волонтеры қозғалысы бар. Мұнда зейнеткерлер туған қаласына пайдасын тигізуге тырысады. Олар балалар үйіне қолдан тоқылған заттарын сыйлап, сенбі күндері саябақтар мен демалыс орындарын жинауға шығады. Замандас ардагерлер қоғамдық қорының ең басты міндеті бұл жас үлкен адамдарға қамқор жасау, олардың әлеуметтік жағдайын жақсарту. Жалпы айтқанда белсенді өмір сүргім келеді, әлі де күш қуатым бар, қоғамдық жұмысқа пайдам тиеді деген барша қария адамдарға біздің клубтың есігі әрқашанда ашық дегім келеді. Бибинур Хамитқызы, Максим Носков, Ирбис телекомпаниясы. Ұлттық құрама және павлодарлық ертістің бұрынғы қақпашысы Давид Лория Қазақстан футбол федерацияның вице-президенті лауазымына тағайындалды. Енді ол отандық футболдың дамуына үлес қосатын болады. Басқа да ақпарат спорт жаңалықтарында сәлден кейін жалғастырамыз. Жаңа телевизиялық маусымда Ирбис эфиріне дабыл бағдарламасы қайта оралды. Ірі тасымалдаушы Павлодарда жалпы құны 22 миллион теңгеден асатын есірткіні таратумен айналысқан павлодарлық ұсталды. Павлодарда жеке футбол орталығының бұрынғы қызметкеріне 11 жасар қыз балаға қорлық көрсеткені үшін өмір бойына бас бостандығынан айырды. Ауа райы қолайсыздықтары. Павлодар облысында 10 шақты трасса жабылып, 400-ге жуық көлік тұрып қалған. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету жайлы студияда сөйлесеміз. Павлодардың 20 жасар шаңғышысы универсиадада топ жарды. Жерлесіміз Италиядағы Турин қаласында өнер көрсетіп, Елизавета Толмачева жарыс жолын 45-ші аяқтады. Көшбасшыдан ол 4 минутқа қалып келді. Арғара Елизавета классикалық спринтке қатысты. Онда ол үздік 30-дықтың сапына ілікті. Жас шаңғы шебері үшін бұл жоғары нәтиже. Бұл уақытта хоккейден жастар чемпионаты жалғасуда. Соңғы матчта Мұнайшы Ақтөбе ұжымын қабылдаған. Ақтөбе үшінші кезеңде шабуылдағы қарқын күшейтіп, жеңіске жете алды. Олар 20 минуттың ішінде 6 жауапсыз шайба соқты. Данил Цихоцкий және Максим Мажерин қақпадан саңылау тапты. Қорғаныс шебінде қателіктер болды. Шайба соғатын мүмкіндіктеріміз көп. Қарсыластың сапында шеберлігі жоғары ойыншылар бар. Жанкүйерлерге қолдау үшін алғыс білдіреміз. Мұнайшы сапынан Ташимов, Анциферов және Прохоров көзге түсті. Павлодарлықтар екінші кезеңде 3-2 есебімен алда келе жатып, соңында қорытынды есеп 3-8. Астана қаласында жеңіл атлетикадан ел чемпионаты өтті. Дүбірлі додаға U18 жас топтары қатысты. Нәтижесінде жерлестеріміз 4 медальге ие болды. 3000 метр қашықтығында Агата Красаева алтынмен апталды. Ұзындыққа секіру бойынша Сейілжан Арынов ел чемпион атанды. Ал Никита Ярушин 400 метрді бағындырып мәреге екінші келді. Алдағы демалыс күндері Қазақстан спорт кешенде жеңіл атлетикадан әлемдік жарыс ұйымдастырылады. Онда павлодарлықтар да өнер көрсетеді. Бұдан бөлек спорттық гимнастика шеберлері олимпиадалық кезеңге дайындықтарын бастады. Команда сапында жаңа спортшылардың саны көп.
Алғашқы жаттығу жиыны Алматы қаласындағы базада өтті. Өткен жылғымен салыстырғанда құрамада өзгерістер бар. Нұртан Идрисов және Роман Хигай негізгі құрамаға шақырылды. Биыл Азия чемпионаты жоспарланған, ал ұлттық құрама 2028 жылғы жазғы ойындарына дайындықтарын бастады. У нас есть Біздің негізгі басымдылығымыз ретінде жас спортшыларды атағым келеді. Басқа жұмдарда 25-24 жастағы спортшылар бар, сол себепті жастардың өнеріне сенеміз. Әлем кубогының кезеңінде жоғары нәтиже көрсетуіміз қажет. Бапкердің айтуынша бәсекелестік жоғары. Ұлттық құраманың көшбасшысы Милат Карими және Нариман Курбанов өнер көрсетеді. Парижде олар жеке сында сайысқа түсті, ал Лос-Анджелесте қазақстандықтар командалық сайыстарға қатысады. Маусым басталысымен ұлттық құраманың орындары үшін талас басталды. Ал спорт әлеміндегі жаңалықтар осындай болды, алайда біз сіздермен қоштаспаймыз. Қазір арнайы ақпараттық бөлім жаңалықтарын назарларыңызға ұсынамыз. Арнамыздан ауыспаңыздар. Бүгінгі күннің маңызды деген ақпараттары осындай болды. Сіздер үшін студияда жұмыс істеген Айтмұхамбет Айғожа. Жақсы күндерде жолыққанша.